Анашым, енді біз нені зерттейміз? Өте жақсы қыздар. Мен сендерге міне пластикалық асықтар жасап жатқам. Ана жол апайларың топта асық жоқ деп еді. Онда пластикалық асықтар зерттейміз ба? Ол үшін сізге арнайы сұйықтық керек. Бұл сұйықтықты сендерге ұстауға болмайды. Оны арнайы қолғаппен, көзілдірікпен ғана ұстау керек. Оны өлшемін өлшеп, ыдысқа құйып, асықты құятын арнайы өзінің ыдысы бар неге? Жаңа мен құйған, кәне көрейікші, кетті ме, тексерейік оны. Медина қызым. Кәне біреуін мен алып көрейін. Кәне тастап көрейікші. Асыққа ұқсай ма? Түсі қандай? Сонда бұл қандай асық болды бізде? Пластикалық асық. Осы асық туралы кім не біледі? Анашым, мен айтайықшы, асық төрт түлігі малдың тілерсегінде болады. Қой, ешкі, түйе, сиыр болады. Ешкі мен қойда кішкентай асық болады, түйенің сиырде үлкен асық болады. Өте жақсы, Шынар қызым. Ал Медина, сен осы асықтың жартысына қарай білесің бе? Алшы, тәйкі, бүкшік. Өте жақсы. Ал мен сендер көрсетейінші, асық қайдан шығады? Табиғи асықтар міне осындай асық жіліктің тілерсегінде тұрады. Ал енді бізде асық шықты ма? Анашым, мына асық кірі екен, тазалық бапты. Өте дұрыс, бұның міне шегі бар. Бұл міне кір асықтар, бұларды арнайы 4 сағатта тұзды сумен жуамыз. Содан кейін қайнатып шыққаннан кейін оларды міне тазалап, осыдан табиғи таза асықтар шығады. Ал қазір сендермен онда біз мына біздің пластикалық асықтарымызды бояймыз. Және табиғи асықтар бояймыз. Кәне барлығымыз боямақ үстеліне барайық. Міне сендерге әртүрлі түсті асықтар берілген, е? Қандай түстер? Пластикалық. Медина, саған қандай асық берілді? Табиғи. Өте жақсы. Пластикалық және табиғи асықтар бояйсыңдар. Қандай түстер тұр алдарында? Қызыл, сары, көк, жасыл. Өте жақсы, кәне бояйық. Пластикалық асықтарды көрдіңдер ме балалар? Ол сұйықтарды тек үлкендер ғана ұстау керек. Сендер тек осы әдемілеп бояйсыңдар. Асық туралы мақал білесіңдер ме? Асығын алшышынан түссін. Өте жақсы. Медина, сен қандай мақал білесің? Асық ойнан озар, доп ойнан тозар. Өте жақсы. Сендер білесіңдер ме, бұрын атам қазағымыз көктемде мал туғанда асық ойнатпаған. Анашы неге ойнатпаған? Себебі асық малдың иесі. Ол малдан шыққандықтан мал тұл дегенде балаларға асық бермеген. Естеріңде болсын. Қыздарым, жақсы ма? Жақсы. Ал қыздар, бағана сендер келгенше мен негізі көп асықтар сендерге бояп қойған апайларға. Сендер қазір осы қолдарында асықты бояп тастасаңдар, даладағы асықтарды қарап келіңдерші. Қандай керемет!